Qısqı soğum, жылқы. Бұлайлақ. Ой, метр алып кел. Жиырма десеңші бүйтіп алып. 4 дейді ғой. Сәк өзімізше тіле береміз ғой. Біреу деймін. Көкеттен болды. Қарашыға жібересің ба? Ал. Қатпап дейін ме? Нет қаппейсің дасың? Қатпап дәл. Қатпа аяз жоқ, 5 акрас болып тұр. Алдында суықта қатар өттейсің, мұны суық. Жоқын қатам өзі. Чек алдырмаппыз ғой снежога. Осы искусственный ишек алған дұрыс қойдым. Анадан көрме. Ананың бәрі не? Зоопарктың. Ана коробкамен келеді. Шетелше жазылған бәрі. Шетелде ана сойылғаны зебра не бар ғой? Зебраны сол есек қой. Соны шектер екен оны базар сатып отқан. Мүмкін емес аналардың өзі. Жылқының несі моң қайдан енді өзен өзіңе жылқынікі өзінікі жетпейді ғой, өзінікін өзі жетпейді. Олар ой, мына шек деп сатып алады, ол есектің шегін тұрқырап жатыр. Қошта. Онда салапан шек сатып алған таш. Қазында сатып аласың, ол есектің қазысы бар, андай жылқының қазысы. Я бір неде жүрді ғой? Видеолар. Көп есек сол тұстан. Осы не ғой деймін? Қырғызстанда ғой деймін. Өзіміздің Қазақстаннан ненің артында жаңа асүйіздерден түсіріп алған ғой. Қазақстандар ма? Маған астерінен арбаға тиіп алып шығып тұрасың. Терісін аламыз деп айбекпен қаптап кетіп алып көшеде столыптар өтіп. Сүтін ішкеннен кейін болды ғой. Мә, үшті қандай тұрады сен білесің бе? 5000 дейді ғой, литр. Ана күн телевизордан көрсетіп жатты ғой жаңалықтарда. Ішке ғой. Мынаны қалай тілеймін? Мынандай қастымбенге талай болып кетті ғой. Сая. Жаңа шегіңді көріп аламын. Соны айттым ғой, сонда мынауың 12 қаз емес, мынаның өзіне 25 қаз шығады ғой. Кеттен мына бөлек. Мына өзін бөлек алмасаң. Мұны алсаң құр май ғана кетеді. Мынаны бөлек алып жіберген екен бетте. Мынаны бетінде. Мынадан бөлек бетте. Бісміллә. Өзіңдікі ғой дейсің ғой. Басқа вариант келмейді. Жоқ, марлыға? Саят отырған жерге тұрғыз жіберді Саятты. Әкеме сыла берем, сен мынаны ұстас. Ме, Саят жаңа ба, мықты өткіш. Бағана өзім сыпырам дедім. Итам дедің бе, сыпырам дед. Ита берем деді қой. Бас сыймаған ита берем бе, дақ қой деді. Бұлайшты Саят. Сол жаман ғой, бас сыймаған итылмай. Екші. Қатып қалады. Екі итасың. Төрт ел қасы. Майын кесіп әңгіме екен ғой. Екі ел сойып жаман үйленіп алған екенбіз ғой.
4 тілден асып кетті самат дейді. Ортасы 4-тен асты аға. Бесеу болып тұр. Мұның сәт. Көрген самат. Анжан былай келіп тұр. Қашады ғой. Мұнан тартасын былай. Мұнан асты. Асы қайылып қалған жоқ па? Қалында кетіп қиын болып кетті. Соны айтып отырмын ғой жаңа, қалыңдаған сайын. Бөлек алды деген. Бөлек алып сыңғанда. Бұл бөлек алып жүр самат. Бұл кім жейді оны? Таза май болып қалады ғой тұрмын ғой жаңа. Еттен бір қалай деп болды да. Не? Сонда білмейсің ғой. Мына сырты да қажа екен ғой. О. Қайтамен. Жемеген адамдар біраз айтты ғой, май екен. Енді қайтеміз саматан ол жоқ. Семірмет дейміз. Ақтаса тағы ақ дейміз. Осы тағы да. Та 25-тен көп болатын болды. Oldu mu? Жағын айығып жүріп. Жиырма екі. Жиырма үш. Жиырма бес. Айналдырып жіберейін деген ба? Екеуін бір жасайын. 24 болды онда. Ja, мыналар қысқа оқылады біз. Жиырма алты.
26 çıktı sayet. Bir жағынан 26. 12 шығу керек мынадан. 26-ға шықты. Bir жағынан. Оник 24 шығады ғой. Май ана жия алмайсың. Жаңа 26 шықты. Мынадан 26 шығады. Сонда бір жылқыдан 52 қазы ғой. Пысты. Жетпейді. Міне. Заманымызды ашамыз. Заманымызды табамыз. Табан түсті деген осы міне. Bu tavan tuttum. Кішкене ертерек сойып жібергенде бұдан да семіз болар. О алдында суық Бұлай көрініп, қасына. суыққа көрінеді. Ең бұдамдай арықтайтын еді, суық болса. Енді, мынаны қоссайшы тағы да. Біреу қош. Міне, Бесеу ғой. міне таш, екеу. Неге көрмедin? Ya ana gözü. Майы қалың ғой. Sen bunu bakıyorsun da bu. Çok içime tuttu. Алдында кім ана Даниярлардың тойындағы жігіттің роза тұздап қаздың Удай ма? бір жазына үйге қалып асып жетіп қойып ба өздерінің үйлерінен чеке бірдеңкеде қазір не алып келеді ғой бер жерде ғой енді ауыз тисін удай ғой сонымен 52 шықты ма? Одан көп шығып кетті. Чекті қайтамыз. Алда қылбай, я? Реттеп берсең біз тасып жая береміз деген. Столды қоймайсың ба? Соны столды қазір қойып. Рахмет ғой. Столдың біз үйге кіреміз, соны шықпаймын. Кішкене тұрсын ба, жоқ айналдыра берейік па? Конечно. Үйге бірден. 8 жаста, е? Бас кішіге отырмасын. Ол алып қазір бәл болып жатыр. Майын Сыймай қойды ғой, е? Жуан шеге алдыру керек. Онан үлкендерін бөлек қойып. Бөлек қой, анда жіңішке майын бөліктер. Мынандай жіңішкелерді салайық. Жолға жіберсін. Сен еще оны жіңішке қылып кестің ғой, соның өзінде аға. Қылмайын өзге жатырбек.
Напасына мен кіргізе берем ғой деймін. Қай басына? Ана басына. Кірмейді оның басына. Кіреді. Шегікті кеспей бір-ақ олай сылайын деп тұр. Қалған шегі алдық, немен еті қойып та. Сүрленгеннен бөле салады ғой. Ағжан бұрамыз еш, мұзан бұрамыз еш. Көрермендеріңіз айтып жүрмес, мына қаз емес, жыжық қой деп. Күнде бірдеңке жасайын десең, Электрик жоқ қой бұл үйде. Осы қанша электриктерді білем, е? Бәріне сондай ғой. Неге күнішке деймін шей. Сегізде шоқ. Жуан балама десем. Содан бұл шекке енді ана жіңішке жерлерін ғана жібересің де қалың бәрін алып қаласың ғой. Мен қалың жерлерін жоғын шектен алып келіп. зебраның шегі ма, бір шектер әкелдіңіздер ғой. Сіздер алдыңыздар ма? Жоқ, біз алған жоқпыз. Сонда ана зебранікі деген алмай қойды ғой, искусственный алды ғой. Құрысын ол есектікі деп. Сен өзің енді ойлашы, сен жана. Мына жылқының шегі өзіне жетпейді.
Baylamadın mı? Çok sen siyahtı. Biraz böyle sal ya. Başka şey yok. O sürülü bu canazına gibi sürülü gibi. Sohbeti kesip kesip. Kesip su basit baslasın. Mayın bär sopa çıkıp ketedi. Soygan жылқы айғыры болғаннан кейін мына шегі жіңішке де бие болса шегі жуан болар еді. Tokat'tır. Tegen osturuyor da. Miskin yiyeyim. Verme bu. Şu kara giysiyi var mı? Bayılım. Maysız. Olamaz. Cebim takışma. İyi ki aynı alırsan da sonra yetinmeydi. Çeşme iyi kez uğraşıyorsun. Anlatırız. Salayım mı?